Сәлеметсе біздің тыңдаушыларымыз. Арнада әлемнің нұры соңғы уақыттың үні каналы. Сіздермен біз, Айнұр мен Залия. Армысыздар қадірлі біздің тыңдаушыларымыз. Берекелде маңызды уақытты бірге өткізу үшін бүгін де біз сіздермен біргеміз. Залия, сәлем, қалың қалай? Жақсы, рахмет Айнұр, өзіңнің қалың қалай? Жақсы, бәрі ойдағыдай. Айнұр, мен өте қуаныштымын, сенде бәрі жақсы болғанына. Енді тыңдаушыларымызға осы каналдың мақсатын айта кетейік. Осы каналда біз киелі кітапты талқылайтын боламыз, және сізді мазалайтын сұрақтарға жауап беретін боламыз. Егер сізде сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында комментарияда жазуыңызға болады. Сол сұрақтарға жауап беруге біз өте қуанышты боламыз. Ал бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол өте бір даулы тақырыптардың бірі. Киелі кітапқа сенуге бола ма? Киелі кітап шынымен де өзгертілді ме, әлде өзгертілмеді ме деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Айнұр, енді бастамас бұрын Құдайдың жетелеуін сұрап сыйынайық. Әрине. Біздің сүйікті жаратушы иеміз, Құдай әкеміз, сенің алдыңа исламасық атымен келтірміз. Саған мыңда бір рахмет. Әрқашанда бізді жарылқап жүргенің үшін, біз үшін үлкен құрбандық жасадың. Сенің төгілген қаның үшін, Құдайым, алғысымыз шексіз. Қазір енді бізбен бірге тыңдаушыларымызды өзің жарылқай көрші, бізді де жарылқай көрші. Айнұр, екеуміз сенің сөзіңді талқылап, және біздің тыңдаушыларымызға сенің киелі кітабың өзгертілді ме, әлде өзгертілмеді ме деген сұраққа жауап беру үшін Құдайым сенің жетелеуіңді сұраймыз, және де бізбен бірге болшы, Иса Масихтың атымен. Аумин. Аумин. Қазіргі таңда көп адамдар киелі кітап өзгертілген, оны адамдар жазды, ол бұрмаланған деп айтады. Сол сияқты осы сұрақтар туралы бүгін көптеген дау-жанжалдар бар. Сондықтан да біз осы сұрақтарды бүгін талқылайтын боламыз. Әрине, біздің қолымыздағы киелі кітап ол бастапқы оригинал түпнұсқасы емес. Ол оның көшірмесі, Айнұр? Иә. Бірақ бір қызығы, сол көшірме бастапқы оригиналдың түпнұсқасымен бірдей. Неге олай? Сіз бүгін оған көз жеткізетін боласыз. Залия, осы жерде біз осы тақырып жайлы көрермендерімізге бір видео көрсетсек қалай? Әрине. Енді бұл видео не жайлы екенін біздің тыңдаушыларымызға түсіндіріп кетсең. Бұл видеода біздің заманымыздың 66-67 жылдарында Рим империясына қарсы яһудилердің ең бірінші көтерілісі баяндалған. Неге олар көтеріліс жасады? Себебі римдіктер яһудилерге өте ауыр салықтар жүктеп қойған. Оларды тіпті діни тұрғыда да қорлады, олардың ғибадатхана жұмыстарына араласты. Діни мейрамдарды өткізу үшін яһудилер тіптен римдіктерден рұқсат алу керек болды. Осылайша олар бос өмір сүре алмады, сондықтан римдіктерге қарсы көтерілуге тура келді. Соның нәтижесінде бұл шайқас 70-ші жылы Иерусалим ғибадатханасының қирауымен аяқталған еді. Ал яһудилердің арасында бір Иссей деген халық болды. Олар Өлі теңізінің жағасында тұрды. Құмран деген жерде өмір сүрген. Иссей деген діни қауым немен айналысқан? Олар киелі кітапты көшіріп жазумен айналысқан болады. Айта кету керек, ол кезде ешқандай кітап болған жоқ. Тек қолжазбалар болған. Кітап басып шығаратын ешқандай баспахана үйі де болмаған.
кітап көшіретін ешқандай құралдар да болмаған. Адамдар киелі кітаптың мәтіндерін өз қолдарымен пергаментке немесе папирусқа көшіріп жазатын болған. Және бұл жерде айта кету керек, пергамент деген не екенін. Пергамент бұл жануарлардың өңделген терісі. Яғни яһудилер бұны жазба үшін материал ретінде қолданған болатын. Сөйтіп яһудилердің көтерілісін басуға тырысқан Рим әскерлерінен жаңағы Есей халқы қолжазбаларын, оларды манускрипт деп атайды, қолжазбаларын, сол манускриптті сақтап қалу мақсатында зығыр маталарға орап, балшық құмыраларға салып, оларды құмыраның үңгіріне сақтап қойған еді. Неге зығыр матаға орады? Себебі зығыр матасы жаңағы қолжазбаларды ылғалдан, шаңнан және зақымданудан өте жақсы қорғаған. Бұл өте қызық, Айнұр? Өте қызық. Ойлап қараш, сол қолжазбалар құмыран үңгірінде 2000 жылға жуық сақталып жатқан. 2000 жыл деген ол өте ұзақ мерзім. 1947 жылы, кейбір жерлерде 1946 жылы делінген. Өлі теңіздің солтүстік батыс жағасында жас бақташы бедуин Мұхаммед Аддиб деген адам өзінің жоғалған ешкісін іздеп жүрген болатын. Сол жерде үңгірлер, жартастар көп болған. Бір жартаста саңылауды байқап, жануардың бар жоғын байқау үшін тас лақтырады. Сөйтіп, ол бір сынған балшық құмыраның даусын естиді. Ол қуанып, ішінде мүмкін қазына бар деп жүгіріп келсе, оның өкінішіне орай үңгірде ауыздары мұқият жабылған 8 балшық құмыраны көреді. Ал оның ішінде 7 қолжазбаны табады екен. Менің тағы естуімше, Мұхаммед Аддибтің жанында тағы да бір бедуин болған, кейбір деректерде солай деп айтылған. Олар осы қолжазбаның құндылығын білмей сатып пайда тапқылары келді. Тіпті Бетлехемдегі ежелгі заттар сататын саудагерлерге де ол қолжазбаны сатып жібергілері келді. Бұл жазбалар негізі ғалымдар мен сарапшылардың қолына түскенде ғана қандай орасан зор тарихи маңызы бар екені айқын болады. Сөйтіп, жаңағы ғалымдар мен сарапшылар осы құмыраның айналасында үлкен масштабты археологиялық қазбалар жұмысын бастайды. Осының нәтижесінде зерттеушілер 900-ге жуық қолжазбалар тауып алады екен. Осы жазбалар біздің заманымызға дейін 3-ші ғасыр мен біздің заманымыздың 1-ші ғасырында жазылған деп есептеледі. Бұл табылған қолжазбалар 20-ші ғасырдың ең үлкен ашуы болып табылады. Айнұр, бұлар қай тілде жазылған? Көптеген қолжазбалар иврит тілінде, 15%-ға жуығы арамей тілінде, ал кейбір мәтіндер грек тілінде де жазылған. Сол қолжазбалардың ішінде 230-ға жуығы ол киелі кітаптың мәтіндерінің қолжазбалары болып табылады, ал басқа жазбаларда қауымның өмірі, оның ережелері, өздерінің дәстүрлері жазылған болады. Сол қолжазбаларда киелі кітаптағы кейбір кітаптардың кейбір фрагменттері немесе толықтай кітаптар табылған. Мысалы, жаратылыстың басталуы, Мысырдан шығу, Забор жырлары, патшалықтар және Ишая пайғамбардың толық қолжазбалары табылған. Яғни киелі кітаптағы ескі өсиеттердің ішінде осы естер кітабы жоқ. Және де бір қызығы, білесің бе, Айнұр? Сол табылған қолжазбалар қазіргі қолымыздағы киелі кітаппен сәйкес келеді. Бұл деген біз үшін өте үлкен дәлел ғой? Әрине, дәл сол қолжазбаның көшірмесі болып табылады. Яғни бұл қолжазбалар киелі кітап өзгертілмегенін, толықтай сақталғанын және бұрмаланбағанын көрсетеді. Сондықтан да біздің тыңдаушыларымыз, біз киелі кітапқа толықтай сене аламыз. Оның шынайы киелі кітап екеніне және Құдайдың шынайы сөзі екеніне осындай дәлелдер бар. Шынымен де қателеспесем, Матайдың 24-ші тарауында 35-ші аятында Иса былай дейді: аспан мен жер құрып кетеді, бірақ менің сөздерім еш құрымайды. Яғни біз Құдайдың сөзі еш жойылмайтынын, құрымайтынын осы аят арқылы көре аламыз. Менің есіме Забор жырларының 118-ші тарауында 89-ші аятта жазылған сөздер есіме келіп отыр. Дәуіт былай дейді: жаратқан ием, сенің сөзің аспанда мәңгілікке бекітілген. Және Ишая 40-ші тарауда 8-ші аятта былай деп жазылған: шөп сарғайып құрайды, гүл солады, ал Құдайымыздың сөзі мәңгі қалады. Яғни бұл аяттар Құдайдың сөзі мәңгілік екенін көрсетеді. Мына өмірде ештеңе мәңгілік емес. Тек Құдайдың сөзі ғана мәңгілік. Сондықтан Құдайдың сөзі өзгертілген деген тұжырымдар түпкілікті дұрыс емес. Бұны бізге жеткен 2000 жыл бұрын жазылған өлі теңіз қолжазбаларынан да көріп отырмыз.
Айнұр, сен өзің керек кітаптың шынайы Құдайдың сөзі екеніне және оның бұрмаланбағаны екеніне қалай сене аласың? Мен жеке өз басым Құдай өзінің сөзін қорғай алмайды дегенге мүлдем сенбеймін. Себебі Құдайдың құдіреті шексіз, және Құдайдың осы әлемде, осы адамдар үшін тек қана бір ғана мақсаты бар. Оларды осы күнәһар өмірден, азапты өмірден құтқару, жұмаққа, мәңгілікке жеткізу. Сол мақсатта оның өзінің белгілі бір жоспары да бар. Сол жоспарын орындау үшін біз тарихқа үңілетін болсақ, оқитын болсақ, ал бастан ақ ол өз халқын таңдап алған. Ол халық Ыбырайым пайғамбардан бастау алады. Құдай әрине кез келген адамды таңдамайды, ол да адамның жүрегіне қарайды ғой. Неге сол кезде Құдай өз жоспарын орындау үшін Ыбырайымды таңдады? Себебі Ыбырайым ол Құдайды құрметтейтін, оған өте жақын еді, оның тілін алатын, мойынсұнғыш қасиеттері бар еді оның. Және сол себепті Ыбырайымнан ары қарай Ысқақ арқылы өз халқын таратқан. Жаңағы біздің айтып отқан халқымыз да осы Ыбырайымнан басталып келе жатқан яһуди халықтарының халықтары. Құдай осы халық арқылы өз жоспарын орындап келеді, орындаған да, және ары қарай да орындай береді, және осы кітаптың түпнұсқасын сақтап келе жатқан осы халық. Осыншама дәлел тұрған кезде неге халық, адамдар кітапты өзгертілген деп айтады? Ондай тұжырымдар өте көп. Өйткені кітапты оқитын адамдардың өздері, яғни кейбір христиандарды алатын болсақ, кейбір христиандардың өздері де кітаптағы жазылған сөздерді ұстанбаған. Яғни олар Құдайдың заңын бұзған. Сөйтіп, олар Құдайға жағымсыз, шынайы Исаның ерушілеріне лайықсыз іс-әрекеттер жасаған. Мысалы, есіңде болса, крестовый поход болды да? Сол крестовый поход кезінде христиандардың өздері сенбейтін адамдарға қарсы шайқас бастаған. Ал кітапта біз не оқимыз? Кітапта Құдай айтады, кісі өлтірме дейді. Құдайдың заңы бар. Және Матайдың 5-ші тарауында Иса айтады, жауларыңды жақсы көріңдер, қарсы айтқанға бата беріңдер, өздеріңді жек көргендерге қайырым жасаңдар, және өздеріңді жәбірлеушілер мен қудалаушылар үшін сыйыныңдар деп үйретеді. Сөйтіп көріп отырғанымыздай, олардың іс-әрекеті кітаптағы сөзге қарама-қайшы келеді. Сондықтан да олардың мінез құлқысына, жүріс-тұрысына, істеген әрекеттеріне қарап, адамдар кітап өзгертілген, ол бұрмаланған деген жалған тұжырым шығарған. Жалпы адамның іс-әрекетіне қарап тұжырым шығару ол адами қасиет, негізі. Оны біз жоққа шығара алмаймыз әрине. Алайда бұл өте қате тұжырым, себебі біз жазбада не жазылғанын білмей жатып, көз жеткізбей жатып, оны жалған деп, бұрмаланған деп мүлдем айта алмаймыз. Олай айтуға біздің хақымыз жоқ. Егер құрметті тыңдаушыларымыз, сіз де кітапты оқып көрмеген жан болсаңыз, мен сізге айтарым, оны жеке өзіңіз оқып, көз жеткізіңіз. Кітап өзгертілген бе, әлде жоқ па? Және оқымас бұрын ең бірінші жүрегіңізге мән беріңіз. Қандай мақсатта және қандай жүрекпен, қандай оймен оқығалы жатырсыз оны? Біреуге осы кітаптың өзгертілгенін дәлелдеу мақсатында ма, әлде шындықты табу мақсатында ма? Себебі оқығаннан кейін алатын нәтижеңіз сіздің қалауыңыздың салдары болады. Әрине, не іздесең, соны табасың деген сөз бар ғой. Сондықтан өзіміз Құдайдан шындықты сұрау керекпіз. Ең бастысы, сіз қай дінде болсаңыз да, Құдай біреу, және шындық та әрқашан біреу ғана болады. Сондықтан Құдайдан сұрасақ, Құдай өзі-ақ бізді өзінің шындығына түбінде әкеледі, түбінде өз шындығына жеткізеді. Ең бастысы бізден сол шындыққа көз жұмбай, қырсықпай, мойындау, мойынсыну, Құдайды. Егер біз мойынсына алмайтын болсақ, қанша жерден шындық ашылса да, біз оны қабылдай алмаймыз. Сол үшін ең бірінші айтарым, өз жүрегімізбен жұмыс жасау керекпіз, біз өз-өзімізді алдамау керекпіз ғой, былайша айтқанда. Айнұр, дұрыс айтасың. Зәлия, сен қалай сене аласың Құдайдың сөзі бұрмаланбаған екеніне? Мен
тек Исаға келіп жатырған кезімде менің ағам маған былай деп айтып еді: киелі кітап өзгертілген, ол бұрмаланған, біз оған сене алмаймыз деп айтқан еді. Өйткені ол өзі 5 уақыт намаз оқиды, Құран оқиды, және киелі кітап өзгертілген деп сенеді ол. Және ол маған айтады, ол сақталмаған, сондықтан Құдай Құранды жіберді, Құранды оқы деп айтқан. Мен сол кезде ойланып қалған кезім бар еді: ал шынымен де менің ағам дұрыс болса ше, шынымен де егер ағамның айтқаны шынайы болса ше, қалай болады, киелі кітап өзгертілген болса деп. Бірақ дәл сол кезде менің телефонымда бір киелі кітаптың приложениесі бар еді. Сол приложениеға ең бірінші рет аят келді. Оған дейін ешқашан аят келмеген. Сол кезде аят келді де, аят ашып қарасаң, Ишайаның 55-ші тараудағы 9-дан 11-ге дейін аяттар екен. Құдай деп айтады бұл аяттарда: алайда аспан жерден қаншама биік болса, менің жолдарым сендердің жолдарыңнан сонша биік. Менің ойларым сендердің ойларыңнан әлдеқайда жоғары. Жаңбыр мен қар аспаннан жауады, аспанға қайта оралмайды. Керісінше олар жерді суарып, көгертіп, дақылдарды өсіп шығарады. Сонда ол тұқым сепкен адамға тұқым, жей тұрған адамға нан береді. Сол сияқты менің аузымнан шыққан сөз де нәтиже берместен өзіме қайта оралмайды дейді Құдай. Мен не қаласам соны атқарады, мен оны неге жұмсасам, соны жүзеге асырады. Соны маған Құдай түсіндіріп отыр да: Залия, сен менің сөзіме күмәнданба, аспан мен жердің арасы өте биік қой, бір-бірінен екеуі алшақ қой. Бірақ соған қарамастан мен жаңбырды да жаудыртам дейді, қарды да жаудыртам. Олар жоғалып кетпейді ғой жер бетіне жеткенше. Олар жерді суарып, дақыл дәнді жемістер алып келеді деп маған түсіндірді. Және есіме де сол кезде бір өткен кездегі бір оқиға есіме түсіп еді. Менің жеңгем бір кезде қаршықтардың фотоларын көріп таңғалғаны бар еді. Өйткені 1885 жылы Уилсон Бентли деген кісі, американдық фермер, қаршықтарды микроскоппен көріп фотоға түсірген еді пішіндерін. Сонда қаршықтар неше түрлі пішінді, неше түрлі бейнелі, дене бітімі әртүрлі болып шыққан. Иә, расымен де қаршықтар бір-біріне мүлдем ұқсамайды ғой. Иә, және де оның бұрыштары математикалық тұрғыдан бірдей, өзгермеген және өте әдемі екен. Соны жеңгем көріп, есі етіп маған көрсеткені бар еді сол фотоларда. Оларды көріп мен де таңғалғаным бар еді. Сөйтіп, осы аятта Құдай маған көрсетіп отыр да, маған түсіндіріп отыр: Залия, сен қарап көрші, аспан мен жердің арасы биік қой деп айтады маған. Бірақ аспаннан қар да жауады, жаңбыр да жауады. Олар жерге жеткенде жоғалып кетпейді ғой, немесе формасы өзгеріп кетпейді, басқа нәрсеге айналып кетпейді. иә. Олардың қандай формасы бар, дәл сондай химиялық формасымен жерге түседі, мысалы су. Және қаршықтың да өзінің қандай формасымен аспаннан түседі, сондай формасымен жерге түседі. Өйткені оны біз көріп тұрмыз да, Уилсон Бентли қаршықтардың фотосын түсіріп алған. Олардың бұрыштары бір-біріне тең, сызықтары да бірдей. Айнұр, ойлап қарашы, иә? Яғни біреуі ұзын, біреуі қысқа емес, пішіндері бәрі бір-бірдей. Яғни да түзеу дегенім. Және қалай керемет түрінде Құдай оларды жаратты, солай керемет түрінде олар жерге жетті. Аспаннан жерге жетіп отыр. Иә. Тіпті қыстың кезінде, мысалы, қар жауып тұрғанда алақаныңды соссаң, иә, алақаныңа түскен қаршықтың пішінін көре аласың. Және ешқашан бірде-бір қаршықты көре алмайсың, таба алмайсың да. Бір-біріне ұқсас, иә? Ұқсас таба алмайсың, иә, бәрі де әртүрлі. Сонда бұл Құдайдың құдіретін көрсетпей ма? Және Құдай бәрін әдемі және керемет етіп жарататынын көрсетеді. Сөйтіп маған Құдай түсіндірді де, мен осы қаршықтарды сақтап қалсам, сен ойлайсың ба, мен өз сөзімді сақтап қала алмайды деп? Егер осындай менің құдіретім бола тұра, мене сөзімді бұрмалануға жол берем ба деп ойлайсың ба деп маған түсіндірді осы аяттар арқылы. Содан кейін менде Құдайдың сөзі шындық екеніне және оның өзгермегеніне, бұрмаланбағаны екеніне көзім жетті. Сөйтіп мен де үміттенем, біздің сүйікті тыңдаушыларымыз
сіздерде де осы киелі кітаптың бұрмаланбағанына көздеріңіз жетеді ғой деп, күмәндарыңыз болмайды ғой деп үміттенемін. Өте керемет Залия. Саған деген Құдай Ишаяның аятын сондай керемет түрде ашып берген екен. Мен де келісем, енді Құдай бізбен тілдесетін құралын оңайшылықпен адамдарға жойып жібере салуға бермейді ғой, қарапайым өмірден алатын болсақ та, әкесі кішкентай баласын мектепке жіберген кезде байланысып тұру үшін оған қолына телефон ұстатып жібереді. Қазіргі таңда қалай жағдай қалай екен біліп тұру үшін үйге қайтқанда да, мысалы енді тіпті үйі жақын болса да уайымдайды, әкесі хабарласады, басқа жолға түсіп кетпеді ме деп хабарласады ғой, енді сабағың бітті ме, қайдасың деген сияқты. Хабар алмасу үшін екеуін байланыстыратын сол телефон, ұялы телефон. Сол сияқты Құдай да бізбен хабар алысу үшін, бізге сөйлеу үшін құралы ол киелі кітап. Сондықтан осы құралды Құдай жайдан жай біреуге өзгертіп жіберуіне жол бермейді дегенге мен сенімдімін. Айнұр, сенімен толықтай келісем. Достар, бүгін біздің қолымыздағы киелі кітап бұл өзгертілмеген Құдайдың сөзі. 2000 жыл бұрын табылған қолжазбада Құдайдың дауысы сөйлегендей, бүгінгі біздің киелі кітапта да Құдайдың дауысы әлі де сөйлеп келеді. Ол бізді оны тануға, бізді соншалықты сүйгендіктен рухани ұлын Иса Масихты біз үшін құрбан қылғанын, онымен қайтып жаңа қарым-қатынас орнатуға шақырады. Сол арқылы ол бізге мәңгілік өмір сыйлағысы келеді. Сондықтан да біздің тыңдаушыларымыз сіздерді киелі кітапты талқылауға және бізбен бірге болуға, киелі кітапқа жүгініп, шындық қайда деген сұрақтарға жауап алуға шақырамыз. Айнұр, енді біздің тыңдаушыларымыз үшін сыйынып жіберсең, оларды да күмән болмасын. Әрине, онда сыйынайық. Құдіреті күшті жаратушы иеміз, өзіңе үлкен рахмет. Сен бізге өзіңмен қарым-қатынас етуге осы киелі кітабыңды жібергеніңе және осыншама жылдар бойы сен оны әлі де сақтап келе жатқаныңа, және біз оның ішінде сенің қандай Құдай екеніне, бізді кім жаратқанын, қалай жаратқанын барлық сұрақтарға жауап алатынымызға, сенің сүйіспеншілікті, кешірімді, қайырымды Құдай екеніне көзімізді жеткізе алатынымызға үлкен алғысым шексіз. Және де қазірде біз тыңдаушыларымыз үшін дұға етеміз. Өзің олардың жүректерінде күмән болса, өзің сейілте көр, олардың жүректерін шындыққа жеткізе көр, және осы киелі кітапты оқуларына өзің қызығушылық бер, оларды өзің өз шындығыңмен жетелеп, өз жолыңмен алып жүре көр. Иса Масихтың атынан сұраймыз. Аминь. Достар, егер сізге біздің каналымыз ұнайтын болса, жазылып лайк басыңыздар және жаңа видео алып тұрыңыздар.